Алдияр, мен саған бүгін мақта қыз бен мысық деген қазақтың халық ертегісін айтып беремін. Бұл ертегіде мақта қыз деген қыз болыпты. Оның кішкентай ғана мысығы болыпты. Бір күні мақта қыз үйді жинап жүріп, кішкентай ғана мейіз тауып алады. Ол мейізді мысығына бергісі келіп, мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Сонда мақта қыз мейізді өзі жеп қояды. Мысығы келіп айтады: мақта қыз, сен мені шақырдың ба дейді. Бірақ мақта қыз ештеңе айтпайды. Сонда мысық айтады: ендеше мен сенің қатығыңды төгіп тастаймын дейді. Ал мақта қыз айтады: ал мен сенің құйрығыңды алып қоямын дейді. Сонда мысығы барып мақта қыздың қатығын төгеді, ал мақта қыз мысықтың құйрығын алып қояды. Сонда мысық жылайды: мақта қыз, менің құйрығымды берші дейді. Мақта қыз айтады: онда сен менің қатығымды төле дейді. Сонда мысық сиырға барады. Сиыр, сен маған қатық берші дейді. Сиыр айтады: сен маған жапырақ бер, мен саған қатық беремін дейді. Сонда мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші дейді. Ағаш айтады: мен шөлдедім, сен маған су бер, мен саған жапырақ беремін дейді. Сонда мысық суды қайдан аларын білмей, жолда келе жатқан екі қызды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар айтады: сен маған сағыз бер, мен саған су беремін дейді. Сонда мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші айтады: сен маған жұмыртқа бер, мен саған сағыз беремін дейді. Сонда мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауық айтады: сен маған тары бер, мен саған жұмыртқа беремін дейді. Одан кейін мысық тарыны қайдан аларын білмей, кішкентай ғана тышқанды көріп қалады. Тышқанды ұстап алады да: тышқан, жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан айтады: менің үйімде бір табақ тары бар еді. Мысық айтады: маған бір уыс тары керек, маған бер дейді. Тышқан мысыққа тары береді. Мысық тарыны тауыққа апарып береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге апарып береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Ал сағызды мысық қыздарға береді. Қыздар су береді. Мысық суды ағашқа құяды. Ал ағаш мысыққа не береді? Жапырақ береді, я? Мысық жапырақты сиырға апарады. Сиыр мысыққа қатық береді. Ал мысық қатықты